ғана көремін деп қызығынан айырып қалған. Құрметті оқырмандар, бұл кісі Түркістан қаласынан келіп тұр. Геминопластика операциясын жасатуға. Біз енді геминопластика операциясын сіздерге от үйді көрсете алмаймыз. Бұл кісі кішкентай кезінде 15 жасында бір-ақ рет жыныстық қатынас болған. 15 жасында бір енді жас кезінде жігітпен жүрген, үшін ғана көремін деп қызығынан айырып қалған. Ол көрініп тұр, анализі де көрінеді, оның қандай жағдай болғаны. Бүкіл анализі таза, тұрмысқа шығайын деп тұр. Бір нәрсе, ол осы неден кетпейді, ойынан кетпейді сол нәрсе. Біз күнделікті көшеде жүрген қыздарға геминопластика жасамаймыз ғой. Бұл кісінің кәдімгідей хабитусынан, анамнезінен, біз тексеру нәтижесінен результат шығарамыз. Геминопластика істемейміз деген сияқты. Енді қазір долгосрочный геминопластика қыздықты қайтадан 100% орнына келтіріп қоямыз. 10 күн өте қатты реабилитация керек болады. Косметический өте нәзік жүктер болғаннан кейін ол жерде 3 этапты тігіледі. Соның заживлениенің нәтижесінде 100% қыздық әдемі болып шығады. Тұрмысқа шыққан кезде, тексерген кезде де гемина қайтадан өзінің қалпына келеді. Сосын қыздар сұрайды, мен кейін босану ма, қауіпті емес па, бұл операция ауыр ма, одан кейін не істеу керек, не істемеу керек дейді. Мен күнделікті осындай рилсқа салып тұрамын. Мұқият тыңдасаңыздар, бұл операция 10 минут, 20 минут жасалынатын операция. Местный анестезиямен ешқандай ауырсыну болмайды. Бұл жерде тек қана біздің бір ғана талабымыз 3 күн қимылдамай жатып күтсе, результат өте жақсы болады. Және анализді тапсырады, егер инфекция шығып жатқан болса, емге жібереміз.